Арман бүгін жұмыстан өте кеш шықты. Аудан орталығына беретін айлық есеп беру кезеңі. Әркез көп уақытты талап етеді. Бүкіл қағаздарын, құжаттарын дайындап қойып, сыртқа шыққанда сағат тілі түнгі 12-ден асқан еді. Басы айналып, қарыны шұрылдап, сүйген жары Батиманың ыстық шайына асыққан Арман көлігін қатты айдап келе жатты. Ауылдың шет жағында орналасқан кеңсесінен үйіне жетем дегенше көшеде жарық жоқ. Жыл бойы жыр болып келе жатқан жарықтың мәселесі қашан шешіледі екен деп ойланып келе жатқан Арман көлігінің бір нәрсеге дүрс етіп соққанын білді. Тоқтап сыртқа шыққанда көліктің алдында біреудің ұзыннан сұлап жатқанын байқады. Жүрегі аузына тығылып, үстіне біреу мұздай су құйып жібергендей қалш-қалш еткен Арман жатқан жанның кім екеніне де назар аудармастан көлігіне отырып уақиға орнынан қашып кетті. Үйіне асыға кірген Арман Батиманың дайындап қойған шайына да, саған не болған, бет-аузың бозарып кетіпті ғой деген сұрағына да қарамастан ішкі бөлмедегі диванға жата кетті. Қасында шыр-пыры шығып жүгіріп жүрген Батимаға басым ауырып жатыр, ұйықтаймын, мазамды алма деді. Әрі-бері дөңбекшіп ұйықтай алмаған ол бұл оқиға туралы ешкімге де айтпауға бел буды. Ертеңіне ауылда түнде болған уақиға туралы әңгіме тарады. Қаза болған адамның да кім екені анықталды. Ол Темірбек деген жігіт болып шықты. Бұны естігенде Арманның шашы тік тұрды. Ол жігіт бұның кішкентайынан бірге өскен досы болатын. Жақында ғана 10 жылын түрмеде өткізіп ауылға оралған болатын. Кезінде 5 жігіт болып, бір қызды ұрлап қашып, көнбеген қызға шамадан тыс күш қолданып өлтіріп алған жігіттер алды 12, арты 5 жыл арқалап кете барған. Ауылға аудан орталығынан Жомарт атты тергеуші келді. Өз ісіне шебер, талай қандықылы уақиғаны істі шеше білген Жомарт бұл іске де белсене кірісті. Ауыл адамдарының арасында уақиға болған түні кімнің қайда болғаны, кімнің үйіне нешеде келгені туралы сұрақ жауап басталды. Жомарттың тәжірибелі көзі Арманға бірден түсті. Және де оның уақиға болатын кезде жолда болғаны, машинасының алдыңғы жағының қисайғаны байқалды. Арманды уақиға орнында көрген айтқан жасөспірім куәгер де табылды. Бірақ ол нақты дәлел келтіре алмады. Ауданнан келетін эксперттерді күтіп, Жомарт ауылда бірнеше күн тағы да қалуды шешті. Тергеуші Темірбектің өткен өмірін зерттей келе, оның түрмеде отырған кезде төбелеске араласып, өзіне бірнеше қылмыскерді жау қылып алғанын білді. Ауылдың адамдарын әкімшіліктің жиналыс залына жинап, соңғы кезде ауылда бейтаныс жандардың болған-болмаған туралы сұрады. Сол жерде бірнеше тұрғын, түстері суық, қап-қара боп киінген 3 ер адамды көргендерін айтты. Темірбектің інісі Жазылбек үйіне ағасын іздеп бейтаныс жандардың келгенін де айтты. Жомарт бұл қылмыс әдейі ұйымдастырылған болуы мүмкін деп ойлады. Ауылдың тұрғындарының суреттеуімен 3 бейтаныстың бет-жүзін қағазға түсіріп аудан орталығына жіберді. Ауданнан жауап тез келді. Жақында ғана банкке тонауға түскен 3 осылар болып шықты. Бұл жұтпас дәлелдердің арқасында қылмыскерлер Темірбекті қалай өлтіргендері туралы айтып берді. Бұлардың өзін іздеп жүргенін біліп қойған Темірбек ауылдан қашып кету үшін түнгі қараңғылықты пайдаланып жолға шығады. Бұны аңдып жүрген 3 жолға шыққан Темірбекті сілесі шыққанша ұрып, жолда ызғып келе жатқан Арманның көлігінің алдына лақтырып жібереді де, өздері қараңғы түннің қойнауына сіңіп жоқ болады. Ертеңіне тергеуші Арманға сол түні не болғанын басынан аяқ айтуын талап етеді. Арман 10 күн аудан орталығында уақытша тергеу изоляторында болып, кінәлі емес екені дәлелденіп ауылға келді. Бұл оқиға Арман үшін өмірлік сабақ болып қалды. Ал Жомарт секілді
өз ісіне шын берілген жандар үшін шындық пен әділдіктің маңызды екенін көрсетті.